Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай дайындалатын лечо салатын дайындайтын боламын. Қажетті көкөністер тізімін төменде описание бөлімінде қалдырамын. Ең алдымен салатқа қажетті көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Біз қызанақты ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сол себепті бірнеше бөліктерге бөліп, осындай керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Болгар бұрышында турап, бірнеше майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Негізі болгар бұрышын қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Кейде ірі күйінде де қосып жатады. Сонымен қатар басқа да көкөністерімізді турап алатын боламыз. Пиязымызды 2 бөлікке бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін сарымсақ пен ащы бұрышымызды да майда бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды ыдысымызға құйып, 30 минуттай қайнатып аламыз. Салат қайнататын ыдысымызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Одан кейін үстіне болгар бұрышымызды салып, араластырып тұрып, бір қуырып аламыз 3-4 минуттай. Енді қайнап тұрған жаңағы ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды алып, салаттың болгар бұрышының үстіне құятын боламыз. Одан кейін салатымыздың үстіне тұзымызды, сарымсағымызды және аскөгімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Және 3 ас қасық шекер салатын боламыз. Шекер салынған жері менде видеода түспей қалған екен. Соңында 1 шай қасық сірке суын, яғни уксус қосатын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді залалсыздандырылған, яғни стерилденген банкімізге салатымызды құйып, бетін крышкамен жауып, закрывашкамен жауып алатын боламыз. Барлық банкымызды жауып болғаннан кейін төңкеріп, бетін жылы одеяломен орап, бір түнге қалдыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Жасап көріңіздер, іске сәт.